Армысың қызық. Алдымда ақиқат кітабы жатыр. Ақиқат кітабындағы Тәңірдің туралы айтылған жерлерді оқи бастайын. Айтарым, кез келген дін бір ұлтқа немесе бір халыққа беріледі. Өзінің шыңына жетіп қалыптасқан кезде басқа жұрттарға тарайды. Басқа жұрт оны қабылдайды. Сондықтан айтарым былай, тереңдетіп айтарым былай. Қазаққа Тәңірдің жүйелерін жүйеленіп, рәсімдерін реттеп, дәстүр мен салттарын оңтайлатып, парызы мен қарызын заңдастырып, мешіттерін белгілеп, кітаптарын ақиқаттап, табиғатпен етене жақын жасатып, діни сенімнің басына қадірлі құрметтетіп, адамды отырғызып, ұл мен қызын ұлағаттатып, туған ұрпағын күткізіп, оған 3 күн шілдехана жасатып, өмірден озған ұрпағын құрметтетіп, жаназасын қазақша шығартқызып, мәйітін аққа оратып жерге бергізіп, шежіре заңмен ұрпағынан қайта туын күткізіп, ұрпағынан қайта туғызып, қасиеті мен қабілетін саралап, сапалайтындай етіп, Құдайдың өзі оңынан берген Тәңірден қазаққа дін бір ұлтқа түседі, шыңына жеткенде өзгелерге тарайды, өзгелер қабылдайды. Сапалы дінді Тәңірлік Құдайдың өзі қазаққа берген, оңынан берген.